Құрметті телекөрермендер, дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаз үшін ешқандай жарнаманың қажеті жоқ. Оның өзі де хит. Әні де хит. Аты да хит. Қарсы алыңыздар, Қайрат Нұртас! Қайрат, жасай бер Қайрат. Еліңе әніңді арнай бер Қайрат. Әніңді тыңдасын жүрек ауырмай. Жаса сен Қайрат, Қайрат, жасай бер Қайрат. Керемет әндерді таңдай бер Қайрат. Арқашан бірге Қазақстан сеніммен. Самғай бер Қайрат. Қайрат Нұртас, қызықтаймыз және Заратуштра бенд. Қош келдіңіз, Қайреке. Ассалаумағалейкум, барша қонақтар, достарым, қалайсыздар? Бәрі достарыңыз ба? Сіздерге достарым қалайсыздар? Біз достарым. Иә. Біз. Бәрекелді, негізі Қайреке, көңіл күйіңіз қалай? Көтеріңкі ме? Көңіл күйім тамаша, керемет, шақырғандарыңызға рахмет. Ендеше дәл қазір соныңыз рас болса тексеріп көрейік. Қайрекеңнің көңіл күйі қаншалықты деңгейде екен, қаншалықты біздің бағдарламаға дайын екендігін тексеріп көреміз. Әдетте көңіл күйді немен тексереді? Әдетте эмоциялармен. Эмоциялармен. Ал бүгінгі таңда 21 ғасыр болғаннан кейін біз өзіміздің эмоцияларымызды немен білдіреміз? Әрине, смайликтермен, дұрыс па? Қазір бірнеше смайликтерді ұстатамыз да сұрақ қоямыз. Белгілі бір сұраққа жауабыңыз сол көтерген смайлingіңіз болады. Ендеше реквизиттер сахнаға. Бұл смайликтердің бір ерекшелігі адамның көңіліндегі нәрсені көрсетіп тұрады. Кездейсоқ болса да. Сондықтан дәл қазір осы смайликтерді араластырып жүрсеңіз болады, карта сияқты. Қане? Иә. Аха. Не? Көрініп тұр Түркістан жігіті картаны зік-зік етіп ауыстырып тастады. Дайынсыз ғой, құрметті достар, дәл қазір мінекей кездейсоқ смайликтермен Қайрат жауап беріп көреді. Жауаптар қандай болады екен? Көрейік. Ендеше алғашқы сұрақ. Қайрат, Қызық Таймс бағдарламасына қандай көңіл күймен келдіңіз? Не деген көңіл күй? Бәрекелді. Ал Қызық Таймс бағдарламасынан қандай көңіл күймен кетесіз? Қандай көңіл күймен кетеді екен? Ауыстырамыз. Келесі сұрақ. Елестетіп көріңіз, Қайрат. Сіз жаңа әніңізді студияда жасап, соңғы нұсқасын тыңдаған кезде қандай әсерде боласыз? Енді шынымен ғой. Жүрекпен айтылған әндерге осындай әсер. Ауырмайды жүрек, жылатады. Келесі сұрақ. Сонымен осы айтпақшы сіздің костюміңіз керемет екен. Бұны қошеметтеп қойық. Не деген стиль? Нағыз қазақи нақыштағы керемет киім үлгісі. Құрметті Қайрат, осы киімді киіп, айнаның алдына келіп, өзіңізге қараған кезде қандай әсерде болыңыз? Бәрекелді. Көрсеңіз болады, көрмаңыз. Келесі сұрақ. Егерде шашыңызды тақыр қылып алып тастаса, қандай әсерде боласыз? Көңіліңіз қандай болады? Бәрекелді. Құрмет достар, қадірмен телекөрермендер, Қайрат Нұртас тағы да көрермендерін керемет жаңа туындысы, жаңа кино туындысымен қуантпақ. Сондықтан келесі сұрақ осыған байланысты болады. Құрметті Қайрат, осы дайындап жатқан киноңыз болашақта әйгілі Оскар кинопремиясын алса, қандай эмоцияда боласыз? Қанеке? Келесі сұрақ. Қайрат, егер сізге 91, яғни 91 тобымен дуэт айтасын десе, қандай көңіл күйде боласыз? Дәл өзі. Құрметті Қайрат, мінеки жақын арада түсіретін киноңызға әйгілі Анджелина Джоли келіп, Қайрат, мен сен киноңа түсейінші десе, қандай әсерде боласыз? Бәрекелді. Егерде сіз бір тойға немесе концертке келіп қалған кезде, сіздің әніңізді біреу айтып жатса, қандай көңіл күйде боласыз? Дәл түсті.
дөп түсті. Және ең соңғы сұрақ, мінекей қызықтаймыз бағдарламасы, және жүргізушілерге көз қарасыңыз қандай? Мә, білмедім ондай болатын. Бәрекелді құрметті достар, көңіл күй жоғарғы деңгейде. Қайрат Нұртас, қызықтаймыз. Жалғастырамыз. Қызықтаймыз Қайрат Нұртас. Негізі Қайрат, сіз Рио Олимпиадасын тамашаладыңыз ба? Иә, тамашаладым. Сізге Көбінесе боксшыларды тамашаладым. боксшыларды, бүкіл Қазақстан боксшыларды тамашалады. Бірақ сізді Барлығын, иә. таң қалдырған кім болды осы Олимпиадада? Лебедев, мен қатты. Левит, иә. Василий Левит. Өте қатты таң қалдырды. Сосын өзіміздің үйлесімді бауырымыз. Данияр. Данияр, иә. Менің өзімнің Ақтаудағы досым Әділбек бауырымыз. Ой, керемет. Ниязымбетов. Бәріне сәлем айтамыз айтпақшы. Сәлем айтамын, жігіттер. Рахмет сіздерге, чемпиондар. Отбасыларыңызға ұзақ ғұмыр жасай беріңіздер. Қазақ елінің туын Биікке көтере көтере беріңіздер. беріңіздер, Алла. Бәрекелді. Дегенмен Қайрат, мінекей біз өзіміздің қонақтарымыздың барлығын дерлік осы жайында сұрадық. Барлығының айтатыны осы. Левит, Елеусинов, Ниязымбетов, Жәнібек Әлімханұлы дейді. Дычко дейді. Байқадың ба? Барлығы жігіттерді айтып жатыр. Тек қана жігіттерді айтады да. Ал біздің қыздар ше, қыздар қайда қалды? Олимпиадаға барған қыздар ше. Қыздарымызға да қошеметтеріңіз қаттырақ әрине. Сондықтан енді біздің қыздардың әсіресе көзайымы эстрададағы нөмір 1 десек те болады, мачо десек те болады. Қайратқа қолдайсыздар ма? Сондықтан осы тақырыпты Қайрат көтермесе кім көтереді? Иә, еліміздегі жалпы барша халқымыздың туының көкке көтерілуіне еңбек үлесін қосып жүрген қыздарымызды Қайрат мақтамаса, кім мақтамасқа алғашқы бол, дұрыс па? Сондықтан Қайреке, дәл қазір біз сізге сондай мүмкіндік бергіміз келіп отыр. Дос Мұқасан тобының 16 қызаны бар, жақын арада біздің Қайрат оны қайта өңдеп, қайта айтып шыққан болатын. Ал біздің қызықтаймыз бағдарламасы сіздің нұсқаңызды да қайта өңдеп, қайта шығарды. Сәл текстін өзгерттік, сіздің мақсатыңыз оны айтып шығу. Келістік пе? Келістік. Қошеметтеріңізбен. Қошеметтеріңізбен біз бастаймыз. Құрмет достар, Қызық Таймс бағдарламасында эксклюзив. Қайрат Нұртастың орындауындағы Қазақтың көк туын желбіретіп жүрген барлық аруларға арнау. Қайрат Нұртас, аруларға. Қыздары қазағымның қасиетім, қадірлеп ел алдында басиетім, қазақтың қыздарының жаны нәзік, бірақ та қыздары бар спорт сүйетін, қазақ қызы Эльмирай, татар қызы Гүзелай, дүнган қызы Чиншанло, Қытай қызы Манезай, Шишигина Ольга бар, Рыпакова Ольга бар, Ольга. Шакимова Дариғай, Ек, балуан қыз. Откон Цецек Албадрах, Ек, Албадрах та бар. Абдумалик Жансая, Палуан қыз Катя бар. Я люблю тебя, Жазира. Жазира Жаппарқол. Күмісі бар қазақтың алтын қызы. Рахмет сіздерге, қадірменді арулар. Еліміздің көк туын желбіретіп жүрсіздер. Сұлулар өнерінің төріндегі, самғайтын қазағымның көгіндегі, ұстанған өнегелі өнер жолын, айтайын аруларды елімдегі, Өнер жола. Мөлдірай, Мадинай, Қарақат, Жазирай, Салтанат, Айшамай, Луина, Жанарай, Гүлназбенен Мақпалай, Сара менен Айнұрай, Кәмшекпенен Айданай,
кешу менен аюни. Продюсерлер. Продюсерлер Баянай, Баян Есентаева. Динара мен Алуай. Динарадан мен Алуа Қонарова. Я люблю тебя, мама. Бәрекелді құрмет достар. Барша Қазақстанның аруларына, қыздарына қошемет, құрмет. Қайрат Нұртас, Қазақ Таймс, Заратуштра бенд арнайы сіздер үшін. Қошеметтеріңе! Қайрат Нұртас, Қазақ Таймс бағдарламасында бізбен бірге болыңыздар. Seni esem almadım, beni geçer almadım. Değilsin sen aldadım, tegünsiz şanarım menen. Gittim asağıp jara, şangbar qosalıp jala. Kaldım geçerim sonra. Ömür sınağanım ben, sınğa kulamadım ben. Sende жылағаным ben, болғансың енді сағым. Қайтып оралмасаң да, түс боп кел андасаң да, ашық саған қашанда. Жанарың жасы